Оқушылар, сәрсенбі күніне сәттілік тілеймін. Қазақ тілі сабағының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы төрттілік деп аталады. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазыңыздар. Сабақтың оқу мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Балалар, төрттілік мал қазақ халқының өмірінде ерекше рөл атқарған. Мысалы, әсіресе жылқы малдың патшасы деп білген. Олардың әр қайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Алдарыңыздағы суретте берілген төрттілік мал мен олардың төлін сәйкестендіріңіздер. Бұған дейінгі алынған білімдеріңізді пайдалана отырып ойланыңыздар. Егер ойланып болған болсаңыздар, өз жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырыңыздар. Қойдың төлі қозы, сиырдың төлі бұзау, жылқының төлі құлын, түйенің төлі ботақан және ешкінің төлі лақ. Төрттілік мал туралы түрлі мақал-мәтелдер бар. Оларды мінсең көлік, ішсең сусын, жесең тамақ, кисең киім, тұтынсаң бұйым деп халқымыз өмірінің түрлі жағына осы төрттілік малды пайдаланған екен. Және әрбір төрттіліктің өзінің пірі болады деп сенген. Әрине бұлар қиялдан туған түсінік. Түйе атасы ойсыл қара, жылқы атасы қамбар ата, сиыр атасы зеңгі баба, қой атасы шопан ата, ешкі атасы сексек ата деп білген. Төрттілік малға қатысты түрлі айтыстар, түрлі тұрмыс салт жырлары пайда болған екен. Жылқы суыққа төзімді, тебіндеп жайылатын, керек азығын қар астынан тұяғымен аршып алады. Арнайы қораның да қажеті жоқ екен. Жылқы малының сүтінен қымыз дайындалады. Ал түйе жүк көлік ретінде пайдаланылады. Олар жылдам қозғалады, ауыр жүк көтере алады. Сусыз және қорексіз ұзақ күнге шыдайды екен. Түйе сүтінен шұбат жасалады. Ал сиыр болса, тебіндеп жайылуға икемсіз, арнайы жем-шөп әзірлеуді қажет етеді. Сиыр сүтінен айран, құрт, ірімшік сияқты сүт тағамдары дайындалады. Ал қой көп күтімді қажет етпейді. Кермек суды да іше береді, тіпті су жоқ болса, қар жейді, суық пен ыстыққа төзімді. Қазақ халқының ұғымында мал өсірсең, қой өсір, өнімі өның, көл өсір деген мақал тегіннен тегін қалмаса керек. Ендеше балалар, тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Қазақ ежелден мал шаруашылығымен айналысқан халық. Мінсе көлігі, ішсе сусыны, жесе тамағы, кисе киімі, тұтынса бұйымы, байлық, мақтаны мен салтанаты да осы мал болған. Қасиетті төрттілікке қатысты ұлтымыздың ұғымдары мен түсініктері бар. Мысалы, түйені өсу жолымен бота, тайлақ, буыршын, буырлыш, нарша, бұзбаша, інген, атан, бура деп атайды. Түйені қасиетіне қарай бір туған, бек патша, мая, жел мая, құл патша, нар, аруана, жампоз, қоспақ, бал қоспақ, мырза қоспақ, үлек деп бөледі екен. Қазақ үшін ең құнды қасиетті мал жылқы. Оны жасына, түріне қарай құлын, жабағы, тай, құнан, байтал, сойтал, дөнен, қулық, бесті, бие, ат, сәурік, айғыр деп ажыратады. Бұрынғы ел қорғаған батырлар жылқы ішіндегі таңдаулыларын жорға, су жорға, жүйрік, тұлпар,
қазанат, сәйгүлік, наз-бедеу, дүлдүл, арғымақ деп сипаттап ерекше дәріптеген. Ауыз әдебиеті туындыларында жылқыға тіл бітіріп, батырдың жан серігі деп бағалаған. Халық сиырды жасына қарай құнажын, дөнежін, сиыр, бұзау, баспақ, торпақ, тана, тайынша, қашар, өгіз, бұқа деп атайды. Қойды түріне және жасына қарай қозы, марқа, тоқты, бағлан, тұсақ, азбан, ісек, ағауыз, қошқар, саулық деп бөледі. Ал ешкіні лақ, туша, бөрте, шыбыш, серке деп жіктейді. Малдың қадір қасиетін тәжірибелі халқымыз түйе салтанат, жылқы мақтан, сиыр қанағат, қой қазына деп бағалаған екен. Ендеше балалар, тыңдалым мәтінін мұқият тыңдап болсаңыздар, тапсырмаға назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: тыңдалым мәтініндегі негізгі, қосымша және түйінді ақпараттарды анықтаңдар. Балалар, негізгі ақпараттар әрбір абзацтың басындағы бірінші, екінші сөйлемдері болып келеді. Егер байқап отырсаңыздар, жаңа тыңдалым мәтінін оқығанда мен әр абзацтың аралығында кішкене кідіріс жасаған болатынмын. Осы арқылы абзацтың қай жерден басталатындығын білуге болады. Негізгі екі ақпаратты жазасыздар мәтіннен. Бұдан соң қосымша екі ақпаратты жазасыздар. Яғни негізгі ақпарат әр абзацтың басындағы бірінші, екінші сөйлемдер болып келетін болса, қосымша ақпараттар осы негізгі ақпаратқа келтірілген мысал ретінде, автордың ойын дәлелдеу ретіндегі пікірлер қосымша ақпарат болып есептеледі екен. Және осы мәтіннен түйінді бір ақпаратты табасыздар. Балалар, түйінді ақпарат дегеніміз мәтінді қорытындылап тұрған ең соңғы қорытынды пікір екен. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауларыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.